Ахмедиярұлы, мына батуттар мен аттракциондар иелерімен жаңағыдай жиналыс өткізген екенсіздер. Осыған байланысты айтып жіберсеңіз, қазір мәселе қалай шешіліп жатыр? Негізі техникалық регламент бар, оларды реттейтін, қауіпсіздігін реттейтін. Сосын Қазақстан бойынша ұлттық стандарт бар, 33-59 аттракциондарды қауіпсіз пайдалану деген. Онда бәрі түсінікті жазылған. Именно олар документацияларын жүргізеді. Акимат, қалалық акимат оның учетқа қояды. Сондай нелермен, шаралармен олар сондай қауіпсіздікті обеспечивает. Мынау кәсіпкерлер айтып жатыр ғой, лаборатория жоқ Қазақстанда. Бұл жөнінде не айтар едіңіз? Ол мәселе бар. Оның мәселені шешуге біз Астанаға запрос жаздық. Ондай лабораториялар бар болса бар, контакттарын берсін деп. Жоқ болса, ол мәселені олар шешіп шаралар қолданады. Сіздер қай мекемеге яздыңыздар сонда? Біздің ұлттық аккредиттеу органы бар. Ұлттық аккредиттеу орталығы. Олар бәрі лабораторияларды олар аккредиттейді. Оларды бәрі бар сондай мәліметтер. Әзірге келе қойған жоқ қой, да? Мынау Оралда, сосын Ақсайда бар ма осындай аттракциондар мен батуттар? Қанша жалпы ол? Так, қалалық акиматтың мәліметі бойынша 26 субъекті тіркелген. Осы Орал бойынша ма? Орал бойынша. Олар торговый домдағыдар, парк Кировадағыдар, сондай бар. Ақсайда бар ма? Ақсайда да бар. Ол Ақсай қаласының акиматы жүргізеді. Жалпы енді балалардың қауіпсіздігі ерекше көңіл бөлу керек, әсіресе енді жаз басталып жатыр. Сол мәселе ғой енді. Әрине, ол балалардың да үлкен кісілердің де қауіпсіздігі важный нәрсе ғой. Нұржан Ахмедиярұлы, егер жаңа кәсіпкерлер айтты ғой, жаңағыдай Қазақстанда болмаса, бәлкім Ресейден рұқсат алу керек пе деген мәселе. Бұл жөнінде не айтар едіңіз? Ондай бар ма? Біздің кәсіпкерлер Россияға шығады. Ол жерден рабочий персоналымыз дейді ғой, оқыту үшін. Солардан сертификат алады. Ол не запрещено, возможно. Оларда да лаборатория бар ғой енді, оларда бар ғой да. Оларда бар, бірақ олар біздің кәсіпкерлерге оны шақыру тек қымбатта соғады. Қымбат болады содан.